Менің каналыма қош келдің. Бүгін осындай әдемі құрақты тігетін боламын. Бізге қажетті маталардың барлық өлшемі 10-10 см. Осындай бежевый түсінен 6 штук қажет, көк түсінен 5, розовый түсінен 5 және серый түсінен 4 штук қажет. Менде ақ түсі болмағандықтан серый түсін қолдандым. Егер сіздерде ақ түсі мата болса, ақ түсін алған әдемі көрінеді. Дайындап алған маталарымыздың арқасына бұрыштан бұрышқа қарай сызып шығамыз. Матамызды сызып болған соң, бежевый түсті матаны түгін төмен қаратып қойып шығамыз. Алтауында қолданатын маталарымыздың барлығын түгін төмен қаратып қойып шығамыз. Бежевый матамыздың үстіне көктен 3 қоямыз, розовыйдан 3 қоямыз. Серый матамыздың 4-еуін қойып, үстіне 2 розовый, 2 көкті қойып шығамыз. Сызған сызығымыздың 2 шетіне де солай тігіп шығамыз. Дәл осылай бүкіл матамызды тігіп шығамыз. Барлығын тігіп болған соң, тіккен 2 тігістің ортасынан қиып шығамыз. Және матаның 2 шетін қиюды ұмытпаңыздар. Қиып дайындап болған соң, оларды үтіктеп алдым. Енді құрағымызды құрастырамыз. Дәл осылай мен көрсеткендей асықпай құрастырыңыздар. Ерекше әрі өте оңай құралатын құрақ.
Құрағымызды құрастырып болдық. Енді детальдарымызды үстіне қойып құрап тігіп шығамыз. Детальдардың орнын ауыстырып алмау үшін қатарма-қатар тігіп шығамыз. Құрағымызды тігіп болғаннан кейін үтіктеп аламыз. Міне құрағымыз өте әдемі болып шықты. Видеом пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.